Жарылыс екі адамның өмірін жалмады. Алматы облысында көп қабатты үйде газ жарылып, салдарынан 10 жасар оқушы оқиға орнында, ал 82 жасар әже жан сақтау бөлімінде көз жұмды. Төтенше жағдайдан тағы 6 адам жарақат алған. 3 баланың жағдайы қазір орташа ауырлықта. Гемодинамика асқынулсыз. Үлкендердің біреуі жан сақтау бөліміне түсті. Бұл ауыр халде. Барлық медициналық көмек көрсетілді. Соған қарамастан ауыр халіне байланысты, жарақаттың ауыр түріне байланысты науқас қайтыс болды. Оқыс оқиға Қаскелен қаласындағы тұрғын үйдің 5-ші қабатында болған. Жарылыстың қатты болғаны сонша бірден 4 пәтер бөлініпті. Есік терезелерінде күл талқаны шығып, үйлердің арасын жалғайтын қабырғалар опырылып түскен. Жан жаққа ұшқан терезе сындықтары есік алдында тұрған көліктерге де зақым келтіріпті. Әбден қорқып қалған бүтін бір көп қабатты үйдің тұрғындарын жергілікті әкімдік уақытша қонақ үйге орналастырған. Қазір жарылыстың нақты себебін анықтау үшін мамандар газ құбырларын тексеріп жатыр. Осы көп қабатты үйде газ беру тоқтатылған. Қазір арнайы комиссия құрылып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал сол жаңағы зардап шеккен адамдарды олардың пәтерін ішіндегі жиһаздарын толық әкімшілік тарапынан біз бәрін алып жөндейтін боламыз.